Dostlar, қазір біз жаңа тақырып түсініп алдық қой. Енді соған сәйкес қазір бізде Оркол деген программа бойынша біз қатысып жүрміз қой осыған. Осы жақта біраз есептер болады, яғни 8 есептен тұратын болады. Сол 8 тапсырманы сіздер жұп-жұппенен есептейтін боламыз. Жақсы ма? Сіздерге бір жұп боласыңдар. Бұл сіздердің қазір жауап парақтарыңыз, түсіндіңіздер ме? Жауап парақтарыңыз тапсырма экраннан көрсетіледі. Сосын сіздер осы жердегі жауаптарды іздей отырып, сосын барып соны жауаптардан қарастыратын оңалымыз. Жақсы? Екеуі ортаға ойындар. Дәптерге емес, алдағы парақшаның өзінде көрсетілген. Ортаға ашып қойсаңыздар болады, ары бетінде тұр. Қараңызшы, жауаптар ары бетінде. Ал бірінші тапсырманы қарайық балалар. Және жігіттерді салыстырып, қайсысы үлкен екенін қараңыздар. Салыстыра аламыз ба бір дегенде? Бір дегенде салыстыра аласыз ба? Өңдер алды. Келтірімдерді, сосын қайсысы үлкен екенін анықтап алыңдар. Сөйтіп ана жауаптардың ішінен дұрыс жауапты тауып аламыз. Қараңыздаршы? Иә, дұрыс жауап тауып аламыз. Дұрыс деген жауаптың белгілері шықты. Келесі тапсырма қараңыздар. Я бұл айтуға болмайды. Әр сол өзі қабатта жауабын қояды. Он 17'den 16, 17'den 13. Енді қанша болады? Тапсырма. Жай бөлшектің квадратын табыңыз. Квадратын табу үшін не істейміз? Не істейміз квадратын табу үшін? Өз-өзіне көбейтеміз. Ал жауаптарын анықтаңыздар. Ал оқушылар олай болатын болса, жауаптарыңызды арғы бетіне қарай ауыстырамыз. Ал ауыстыра қойдық. Келесі бетке ауыстырайық. Ауыстыр, шатастырып болмаңыздар. Ауыстырамыз. Қандай шешім сендерде? Өте керемет сендерші. Өте керемет сендерде ше. Ой, молодец.